Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен Айгерім өзімнің арнамда қонақ келгенде дастарханның көркін ашатын және де сатылымға шығарып табыстап алатын пирогтың түрімен бөлісетін боламын. Ең алдымен біздің рецептімізді тамашаламас бұрын менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар достар. Менің салған керемет рецепттерім сіздерге бірінші болып шығып тұрады. Ең алдымен біз чизкейктің қамырын дайындап алатын боламыз. Ең алдымен ұнымызбен тоңазытқышта тұрған сары майымызды алып, екеуін біріктіріп, қолымыздың көмегімен мыжғылап, песочный тесто дайындайтын боламыз. Біздің тестомыз дәл осындай үгітілмелі болып тұру керек. Енді осының үстіне қантымызды саламыз. Және де 1 чайный ложкадай разликете салатын боламыз. Жақсылап араластырып жібереміз құрғақ заттарымызды. Енді осының үстіне сұйық заттарымызды салатын боламыз. Яғни 1 дана жұмыртқамызбен қаймағымызды салып, жақсылап тұрып, қолымыздың көмегімен жұмсақ етіп қамырымызды илеп алатын боламыз достар. Мен сіздерге астына толықтай құрамын жазып кететін боламын. Дәл сол рецептпен бірге бір таразыға өлшеп жасасаңыздар, сіздердің де тестоларыңыз дәл менікіндей шығады достар. Мінекей біздің тестомыз қолға жабыспайды, жұмсақ, хош иісті болып тұр. Енді осыны салафанымызға салып, тоңазытқышта жарты сағатта қалдыратын боламыз. Осы аралықта үстіне салатын салмамызды дайындаймыз. Салма үшін бізге қаймақ қажет болады, және де творожный сыр қажет болады. Осының үстіне творог салатын боламыз. Енді осының үстіне қантымызды салатын боламыз. Және де 2 дана жұмыртқамызды да бөліп салып алатын боламыз үстіне. Енді осының үстіне кукуруз крахмалын салатын боламыз, 2 ас қасықтай. Енді барлығын жақсылап, вилка болса вилкамен, венчикпен немесе миксермен бір келкілік масса пайда болғанша дәл осылай араластыратын боламыз достар. Бұл бізде шоколадты чизкейк болғаннан кейін міндетті түрде үстіне шоколадымызды ерітіп салатын боламыз. Барлығын жақсылап, бір келкілік масса пайда болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Біздің қамырымызды формамызға қолымыздың көмегімен дәл осылай орналастырып шығатын боламыз, бір келкі етіп. Енді осының үстіне достар дайын болған салмамызды салып шығатын боламыз. Біздің шоколадты салмамыздың бетін бір келкі етіп тегістеп орналастыратын боламыз. Және де қызып тұрған отта 180 градуста 35 минуттай пісіріп алатын боламыз достар. Мінекей біздің шоколадты чизкейкімізді пісіп шықты. Міндетті түрде суығаннан кейін барып кесіңіздер. Біздің шоколадты чизкейкіміздің жасалу жолы өте тез, әрі жұмсақ, өте дәмді. Сіздер де міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер достар. Және де дәл осы чизкейктің тестосын достар сіздер міндетті түрде сақтап алыңыздар, себебі бұл тесто барлық пирогтың рецепттеріне жарайды. Ал достар, біздің рецептімізде соңына жетті. Сіздерге менің видео рецептім ұнаса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайктарыңызды қалдырып кетіңіздер. Келесіде менен қандай рецепт күтесіздер, міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Ал мен сіздермен келесі осындай керемет рецепттермен кездескенше қоштасамын, сау болыңыздар.